بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін бізде қираат рашидан 3-ші дәрісі ан-намлату. Намла деген бізде құмырсқа деп аударылады. Бұл жерде бізге тақпақ берілген. Тақпақты біздер араб тілінде деп айтамыз, ши'r деп айтамыз. Ши'рун. Көпше түрі аш'арун болады. Ан-намла бізде бауырлар құмырсқа. Бірінші тақпақты аударып шығамыз, одан кейін аф'алдарын, етістіктерін, және де есімдіктерін, және де кейбіріне пайдаларды алатын боламыз. Тақпақта айтып жатыр: "Тала са'i бил амал ласту арда бил касал." Тала деген ұзаққа созылу, са'i деген бұл әрекет, бил амал яғни үміт ету. Мағынасы үміт етумен еңбегім немесе әрекетім ұзаққа созылды. Ласту арда бил касали. Ласту арда яғни мен разы емеспін бил касали, жалқаулыққа. Ғаяти нәйлут талаб. Ғая деген бізде мақсат. Менің мақсатым нәйлут талаби. Нәйл деген бір нәрсеге не қол жеткізу. Ат-талаб не талап етілетін нәрсе. Демек мағынасы қалай болады? Менің мақсатым талап еткен нәрсемене жету. Ла убали бит-та'аб. Ла убали яғни мен мән бермеймін бит-та'аби шаршауға дейді. Абтани ал-байт ал-хасана. Хасан деген бізде жақсы, көркем. Ал-байта үй. Абтани яғни мен саламын дейді. Көркем әдемі үйді. Бинизамин тәртіппен лиссакани. Лиссакани дегені яғни тұру үшін. Яғни не? Тұру үшін тәртіппен көркем әдемі үй саламын дейді. Валиқути азхабу. Өзімнің азығым үшін барамын дейді. Қут деген бізде азық. Қути менің азығым үшін. Лиқути үшін деп жатыр. Азығым үшін азхабу барамын. Ласту яуман ал'абу. Яғни бір күн болсын не ойнап қалмаймын. Кулла сайфин ажмау. Әрбір жаз сайын жинаймын дейді. Ли таамин юшбиу, яғни өзіме тағам жинаймын, юшбиу, яғни не мені тойдыратын дейді. Фа иза жа'ал матару, иза деген егер, жа'ал матар, егер жаңбыр жауатын болса, немесе жаңбыр келетін болса, кана ли бейти ал-мақар, яғни менің үйім менімене мақар, яғни пана болады. Ва зака ша'ни, бұл менің жағдайым, іс-әрекетім дейді, фис-сигари, яғни жас немесе кіші кездегі ва низами фил кибар, және де үлкейген кездегі менің тәртібім осы дейді. Иннани ни'мал масал биштихади фил амал. Расында мен фил амал жұмыстағы өзімнің иштихад, яғни жігерлігім арқылы, еңбекқорлығым арқылы ни'мал масал, яғни көркеміне үлгі өнегемін дейді. Бұл бізде ан-намла, яғни құмырсқа туралы тақпақ болды. Енді осы тақпақтағы етістіктерді, есімдіктерді және кейбір пайдаларды алып көрейік. Бізде тақпақ басалы тала са'i бил амал дейді. Тала деген бізде мағынасы имтадда, яғни созылды. Тала созылды, ятулу созылып жатыр, тул созыл, турун созылу. Мысалға сөйлем: тала ша'ри, шашым ұзарды. Фазахабту илал халлақ, сөйтіп шаштаразға бардым. Ликай яхриқаху, ол нене қию үшін дейді. Немесе мен жерде үшінші сөйлемді алып көрейік. Не дейді? Иза талат азфарука, егер сенің тырнақтарың өсіп кететін болса, ұзаратын болса, фақаллимха бил миқлам, яғни осы тырнақ алғышпен оны не қысқарт деп жатыр. Сумма хузил қуламата, кейін сол қалған қалдықтарды алда, вадвинха фит тураб, яғни оны не топыраққа көміп таста дейді. Келесі етістік бізде са'a. Са'аден иштихада фи талаб ризq, яғни ризық талап етуде иштихад, яғни жігерлік, күш-қуатты сарп ету. Са'a ұмтылды, яс'a ұмтылып жатыр, ис'a ұмтыл, сa'юнне ұмытылу. Бізде сөйлем, мысалға мына сөйлемді қарастырайық. Яс'ал абу лиюхдира ли ауладихи ма яхтажуна илейхи минал мат'ами вал машраби вал малбас. Яс'ал абу, яғни әке дейді, ұмтылады, лиюхдира ли ауладихи, өзінің балдарына алып келу үшін, ма яхтажуна илейхи, яғни олар мұқтаж болатын нәрсені алып келуге ұмтылады. Не нәрседе? Минал мат'ани тағамдарда, вал машраб, және де ішетін нәрселерде, вал малбас, және де киетін нәрселерінде. Кейінгі етістік бізде амала. Амала деген ража ва таманнаху, бір нәрсені армандап үміт ету. Амала үміт етті, я'мулу үміт етіп жатыр, у'мул үміт ет, амалу не үміт ету немесе армандау. Мысалға сөйлем: я'мулу куллу муслимин духулал жанна. Әрбір мұсылман армандайды не үміт етеді, духулал жанна, жәннатқа не кіруді. Келесі сөйлемде де қарастырайық. Я'мулу Мухаммадун, Мухаммад үміт етеді, армандайды, ан ятакаллама бил-луғатил арабияти джейдан. Араб тілінде жақсы сөйлеудіне үміт етеді, армандайды. Келесі етістік бізде радия. Радия не? Разы болды, немесе қабылдады. Радия разы болды, ярдо разы болып жатыр, ирдо разы бол, ридан немесе ридуан разы болу. Мысалға сөйлем, мына сөйлемді қарастырайық. Ла ярдаллаху ли ибадихил куфра.
Аллах Тағала өзінің пенделеріне күфірдіне разы болмайды. Келесі сөздік бізде нәлі, яғни мағынасы хасала алейхи, яғни бір нәрсеге жетті дегенне мағынаны береді. Нәлі жетті, янәлі жетіп жатыр, нәл жет, нәйлун не бір нәрсеге жету. Мысалға астындағы сөйлемді қарастырайық. Мысалы мына сөйлемді ярғабы салихун әл-мужтахидун, яғни ынталы, салихалы адамдар ярғабу, яғни ұмтылады фи ән яналул фирдаус әл-а'ла. Фирдаус әл-а'лағаны жету үшін, соны алу үшін олар не ярғаб, сол нәрсеге ұмтылады. Мына жерде бізде кішігірім тақпақ берілген. Ахи лән таналал илма илля бисетта. Бауырым дейді, білімді ала алмайсың, тек қана 6 нәрсемен ғана не аласың дейді. Саунаббика ан тафсилиха би баян. Мен саған оны егжей-тегжейлене баяндап берейін. Бірінші нәрсе не ол? 6 нәрсенің біріншісі закаун зеректік, бұл біріншісі. Ва хирсун ұмтылу білімге, бұл екіншісі. Ва иштихадун иштихад ету, бұл үшіншісі. Ва булға деген не? Яғни адамға жеткілікті болатын мал мүлік, бұл төртіншісі. Ва сухбати устазин, ұстазбен не, яғни білім иесімен бірге жүру. Одан кейін тули заман деген бізде не? Сол білім жолында көптеген уақытыңды не сарп ету. Келесі сөздік бізде талаба. Талаба деген яғни талап етті. Ятлубу талап ету жатыр, утлуб талап ет, талабун талап ету. Мысалға талабту иля аби бa'дил мал. Әкемнен не? Кейбір ақша, яғни ақша талап еттім. Ли аштария қамисан жадидан. Жаңа көйлек сатып алу үшін. Фарадия, ол кісі разы болды. Ва а'танил мала, сөйтіп маған мал мүлік, яғни ақша берді. Кейін кетістік бізде бәлә. Бәлә деген мән берді. Немесе назар аударды. Бәлә мән берді, юбәли мән беру жатыр. Бәли мән бер, мубалатун мән беру. Мысалға бірінші сөйлемді қарастырайық. Сир фи тариқи салафи валау кунта вахдака. Яғни жалғыз өзің болсаң да ізгілердің жолына ер дейді. Вала тубали би касратил мубтадиин. Діндегі жаңалық шығарушылардың көптігіне мән берме. Вал мухалифин, және де не? Осы исламға қарсы болған жолдағы адамдардың көптігіне мән берме дейді. Немесе мына сөйлемді қарастырайық. Міне унадика я зайду, ей зайд, мен сені шақырып жатырмын. Ва анта ла тубали, сен болсаң не мән бермей жатырсың. Аджибни мин фадлик, өтініш маған не жауап бер дейді. Келесі сөздік бізде таиба. Таиба деген шаршады, яғни синонимі кәлла болады. Шаршаған адам болса таибун деп айтамыз. Таиба шаршады, етабу шаршап отыр, етаб шарша, таабун бұл не? Шаршау. Мысалға сөйлем. Ижтахид ваттаб, иштихад қыл, шарша, ли таблуғу ғаятака, өзіңнің мақсатыңа жету үшін. Фаиннат тааба юнса, расында шарша ол ұмытылады. Ва тапқан натаижи вассимар, ал не нәрсе қалады? Нәтижелер қалады, вассимар, және де еңбегінің жемісі қалады. Бізде таиба шаршау болса, ат-тааба шаршату, яғни жаалаху яттаб, оны шаршату. Ат-тааба шаршатты, ют'ибу шаршату жатыр, ат-таиб шаршат, ит'абун шаршату. Мысалға сөйлем, ас-сахару ют'ибуни, түнгі ұйқысыздық мені шаршатады. Уфаддилу наума лейлан, түнде ұйықтауды абзал көремін. Вал амала нахаран, күндізіне жұмыс жасауды. Келесі сөздік бізде ибтана. Ибтана деген яғни банаху, салу. Ибтана салды, ибтани салып жатыр, ибтани сал, ибтинаун салу. Мысалға сөйлем, фи Мисра ла яджуз ибтинаул буюти алал аради из-зира'a. Мысырда болмайды дейді ибтинаул буют, үйлерді салуға алал аради из-зирa'ия, яғни егіншілік салатын жерлерге үйді салуға болмайды. Фаиза ибтана ахадун алейха, егер де кім сол жерге, яғни егіндік жерге үй салатын болса, азалат шуртату мабтана, онда полицейский дейді, азалат кетіп тастайды, мабтана, оның салған нәрсесін. Немесе екінші сөйлем, табтани даулату әл-мадариса, мемлекет мектептерді салып жатыр, вал мусташфаят, ауруханаларды, вал джусур, көпірлерді, вал масания, және де заводтарды. Келесі бізде шабиа. Шабиа деген тойды, антонимі жаа болады, шабиа тойды. Яшбау тойып жатыр, ишбау той, шибаун тою. Мысалға, кунту жауана фа акалту хатта шабиату. Аш болған едім, содан кейін тамақ жедім, хатта шабиату, тойғанша дейді. Бізде шабиа тойы болса, ашбаа тойдырту. Ашбаа тойдыртты, юшбиу тойдырту жатыр, ашбиу тойдырт, ишбаун тойдырту. Мысалға, хаза тааму қалилун. Бұл тағам аз, лән юшбиана, бізді тойдыртпайды. Келесі бізде есімдіктер ән-нәмлә. Нәмлә деген бізде құмырсқа. Көпше түрі нәмлун немесе нәмләтун бад. Мысалға сөйлем, тәжмәу нәмләту туама фи сайф. Құмырсқа өзінің тағамын жаз мезгіліне жинайды. Екінші сөйлем, тухиббу нәмләтул амала. Құмырсқа жұмысты жақсы көреді. Вала тухиббул касала. Жалқаулықты не жақсы көрмейді. Келесі есімдік бізде әл-әмәл. Әмәл деген бізде арман немесе үміт.
Мағынасы ар-ража, үміт ету, оның антонимі әл-ясу болады. Ясу дегенне күдер үзу. Көпше түрі әмәлдің, яғни үміттің, арманның әмәлун болады. Мысалға сөйлем, әл-хаяту мин дуни әмәлин саба. Армансыз, үмітсіз өмір сүру саба, өте қиын, жиддан. Фаиза инқата әл-әмәлу, егер үміт үзілетін болса, саубатил хаяту, өмір қиындайды. Бәл истахалат, бәлкім өмір сүру мүмкін болмайды. Фалаулал әмәлу, егер үміт арман болмаса, мәкәнәл әмәлу, онда адамның іс-әрекеті талпынысы не болмас еді. Келесі есімдік бізде әл-ғая. Ғая деген мағынасы әл-қасту вәл-хәдәф, яғни белгілі бір не мақсат. Көпше түрі ғайюн болады, mesela ғаятун. Сөйлем, әл-ғаяту мен халқил инсан, адамның жаратылуындағы мақсат ибадатуллахи вахдаху, Аллахтың өзіне не құлшылық ету. Кейін екінші сөйлемді қарасақ, ғаяти мен тааллумил луғатил арабия. Араб тілін үйренудегі менің мақсатым ән афхамал Құр'ана ва сунна. Құран және сүннетті түсіну. Кейін есімдік бізде ат-талаб. Талаб дегенне әл-матлуб, талап етілетін нәрсе. Көпше түрі талабатун болады. Мысалға, яс'ал абу ли юхдира талабати заужихи ва ауладихи. Яғни әке ұмтылады, әрекет қылады ли юхдира талабати заужихи. Әйелінің және де балалардың не талаптарын алып келу үшін. Мысалы, мына сөйлемдерді қарастырайық. Фи бa'дил матаим, кейбір ресторандарда немесе кафелерде хидмату таусилит талабат. Талабат не? Заказдарды немесе тапсырыстарды жеткізу қызметі бар. Иләл буйт, қаяққа, үйлерге. Келесі есімдік бізде әл-хасан. Әл-хасан деген жәмил, яғни жақсы немесе әдемі. Оның антонимі қабих, яғни ұсқынсыз, жаман деген. Мысалға, мен жердегі сөйлемді қарастырайық. Күллу мақалаху набию саллаллаху алейхи вассалам хасан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан әрбір нәрсесі хасан, яғни әдемі, өте жақсы. Келесі есімдік бізде ан-низам. Низам деген не? Әт-тәртиб уәл-иттисақ, яғни тәртіп, рет-ретмен болу. Оның антонимі әл-фауда, ретсіздік. Мысалға сөйлем, ядау зайдун кутубаху фи мактабатихи би низамин. Зайд өзінің кітаптарын кітапханасына қояды тәртіппен дейді. Келесі есімдік бізде әл-қуту. Қут деген бізде азық. Ат-таамул лази яхтажу илейхил жисм. Яғни дене мұқтаж болатын не? Азық. Көпше түрі ақуатун болады. Мысалға сөйлем, тахруджу туйуру сабахан. Құстар таңғы уақытта шығады, бахсан ан қутиха, өздеріне азықтарын іздеу мақсатында. Кейін мына жерде бізге хадис берілген. Ан Салмата ибн Убайдилlah ибн Махсан ал-Хатми дейді. Ан абихи қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи, муафан фи джасадихи, индаху қуту йоумих. Міне қут деген түр. Факаннама хизат лаху дуния. Ман асбаха минкум, егер сендерден кімде-кім таң атырса дейді. Қандай түрде? Аминан фи сирбихи. Сирб деген не? Яғни жүрегі. Жүрегі тыныштықта, аманшылықта болса. Муафан фи джасадихи, дене мүшесі денсаулығы жақсы болса. Индаху қуту йоумихи, және оның бір күндік азығы болса. Факанна махизат лаху дуния, онда оған не? Дүниенің бүткіл жақсылығы жиналып қалған сияқты дейді. Келесі есімдік бізде әл-мақарру. Мақар деген бізде пана немесе белгілі бір не? Орын. Көпше түрі мақаррун болады. Мысалға мына сөйлемді қарастырайық. Астындағы міне иза назалал матару фил ғаба, егер орманда жаңбыр жауатын болса, бахаса куллу хайванин ан мақаррин лаху, әрбір хайван несейді іздейді, ан мақаррин лаху, өзіне пана болатын пана іздейді. Келесі есімдік бізде әл-мәсәл. Мәсәл деген мысал немесе үлгі. Синонимі қудуа, яғни үлгі болады. Көпше түрі әмсәлун болады. Мысалға сөйлем, Айюбу алейхиссалам мәсәлун фис сабри. Айюб алейхиссалам сабырдани бізге үлгі мысал болады. Немесе екінші мысал, Хамзату радиаллаху анху амму наби саллаллаху алейхи вассалам. Хамза радиаллаху анху пайғамбарымыздың көкесі деп отыр. Кәна мәсәлән фи шажаа. Ол кісі батырлықта не болды? Бізге үлгі мысал болды. Келесі бізде пайдалардың бірі бізде ни'ма. Соңғы жағында келді, ни'мал мәсәл деп. Ни'ма деген бізде фи'лун джамид. Джамид дегені, яғни оның мудариы жоқ, өткен шақтағы етістік болады. Ла ятасарраф. Ятасарраф деген, яғни мудариы амыр жоқ, тек қана мади, яғни өткен шақтағы етістік күйінде келеді. Бұл не нәрсеге дәлел болады? Ни'ма деген мағынасы не? Ядулу аль мадх. Яғни ол не? Мақтауға дәлел болады. Оның антоними болады биса болады. Ядулу аль зам. Зам дегеніміз не? Жақтырмау немесе не? Жазғыру. Мысалға міне астындағы екі сөйлемді қарастырайық. Ни'мат талибу Абу Абдуррахим. Абу Абдуррахим неткен жақсы студент. Би'сат талибул касул. Жалқау студент не дегенне жаман. Немесе екінші мысал, ни'мал аху зул ахлақил хамида. Мақтаулы мінез құлыққа ие бауыр неткен жақсы. Би'сар ражулу сайюл ахлақ. Мінезі нашар кісі неткен жаман.
Осымен біздер ән-намла, яғни құмырсқа атты тақпақты бітірдік. Осы тақпақты басынан аяғына дейін жаттап, есімдіктер, етістік және манаға айтылған пайданы не дәптерге бөлектеп жазып алуды кеңес беремін. Аллаху тағала а'лам.